Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Сіздермен бүгін мен Нартай Советханұлы тригонометриялық теңдеулер тақырыбында біраз есептер шығармақпыз. Сонымен сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабақта қарастыратын тақырыбымыз тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер. Ең бірінші біз теңдеулерге тоқталамыз. Сонымен бірден есебімізден бастайық. Тангенс тақ функция. Сол себепті минусты алдына шығарып жіберіп 2 түбір асты 3 тангенс x тең 6-ны теңдіктің келесі жағына апарайық. Сол кезде тангенс x тең 6 бөлінген минус 2 түбір асты 3 болады. Енді мына 2 мен 6-ны қысқартып жіберсек, мынада 3 болады. Минус 3 бөлінген түбір асты 3. Бұның бөлімді иррационалдықтан және құтылып жіберейік, тең-бетен түрлендіріп. Сол кезде минусымыз тұра берсін. Бөлімді 3, алымында 3 түбір асты 3 болады. Мына 3 пен мына 3 қысқарады. Сол кезде минус түбір асты 3 қалды. Демек, тангенс x тең минус түбір асты 3 деген қарапайым теңдеуді шешеміз. Тангенс қай уақытта түбір асты? Міне, тангенс ойдан саламыз. Тангенс сызығы дейміз. Мынау тангенстің графигі. Енді минус түбір асты 3 дегеніміз ол мына төменгі жақтағы сан. Ол минус түбір асты 3 деген сызықпен мына тангенс ойданның қиылысқан жері біздің теңдеуіміздің шешімі болады. Міне, мына жер. Демек, неше градуста, немесе неше радианда тангенс минус түбір асты 3-ке тең? Әрине ол минус пи бөлінген 3-те, немесе минус 60 градуста. Яғни, есептің мына әрбір аралық, бұл тангенс ойда әрбір мынарда пи бөлінген 2, мынарда минус пи бөлінген 2, мына аралық пиге тең, мына аралықта пиге тең. Дәл осы арада жаңағы тангенстің сызығы қайталанады, және ол қиылысады. Демек, мына түбір мен мына түбірдің аралығы пиға тең, период. Сол себепті минус пи бөлінген 3-тен пи деген жауап қосылып отырады, период. Соңғы кезде жауабымыз А болады екен. Келесі есепті көрейік. Бізге есепті шығар деп тұрғанда тең ең кіші оң түбірін деп тұр. Яғни біздің ең басты акцент қоятын жеріміз осы жер, ең кіші оң түбір. Сонымен тангенс, кәдімгі тангенстің шарты бойынша 3x плюс 45 тангенс x тең мынаны жаңағыдай тең-бетең түрлендіретін болсақ, алымында бөлімді түбір асты 3-ке өтетін болсақ, осындай түбір асты бөлінген 3 шығады. Енді бұл дегеніміз жаңағы тангенсім қай уақытта түбір асты 3 бөлінген 3-ке тең деген сұрақ туындайды. Түбір асты 3 бөлінген 3 дегеніміз тангенсім ол 30 градуста. 30 градус дегенім бірден 30 градус деп жазсақ, мынада градуспен тұр. 30 градуста тангенс түбір асты 3 бөлінген 3-ке тең. Демек, және пиен. Демек, 3x плюс 45 тең 30 градус деп тұр. Ең кіші оң түбірін алайық деп тұр. Және плюс периоды пиен 180 n дей салуымызға болады. Келесі. Енді 3x-ті табуымыз біздің ең басты мақсатымыз. Минус 5 болады, плюс 180 градус n. Енді барлығымыз x-ті табу үшін барлығын 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлетін болсақ, мынарда 15 45-тен 30-дағында 15. X тең болады. Ол минус 15-ті 3-ке бөлсек минус 5, плюс 180-ді 3-ке бөлетін болсақ 60 градус n болады. Енді бізге ең кіші оң түбірін деп тұр ғой. Егерде біз бірінші n тең 0 болатын болса, біз және айтатымыз n деген кез келген бүтін сандар дейміз. Енді біз осы қағида бойынша n-ді 0-ге қоятын болсақ, онда бізде x-іміз тең минус 5 деген градус шығады. Енді бұл оң түбір болмайды. Сол себепті енді n тең 1 деген жағдайды шешіп көрейік. Жағдайды 1-ді қоятын болсақ, 60 градустан 5 градусты алуымыз керек болады. Сол кезде 60-тан 5 алсақ 55 градус. Демек, оң түбір осы болады екен. Теңдеудің ең үлкен теріс түбірін тап дейді. Енді косинус функциясы бұл 1-ден түбір асты 3 бөлінген 2 деп апарып шығаратын болсақ. Так, енді косинустың шарты бойынша косинус дегеніміз қай уақытта түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең? Косинус 30 градуста, түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Міне, мынарда пи бөлінген 30 градус 6. Мына жағымыз минус пи бөлінген 6. Енді демек x тең пи бөлінген 6 плюс 2 пиен екінші түбірі
минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи-н. Косинустың 2 түбірі бар. Енді бізге ең үлкен теріс түбірін көрсетіпті. Ең үлкен теріс түбір деген сөз, енді теріс түбірінің ең үлкені, міне біз егерде сан үстіне бүйтіп салатын болсақ, косинус функциясы былай ғой енді. Ол жаңағы түбір аспен міне ең үлкен теріс түбірі қиылысып тұрған осыған жақын. Осы мына минус пи бөлінген 6 деген сөз. Енді осы периодын жазбаймыз. Минус пи бөлінген 6. Осы болады. Үшінші есебіміз осы. Жауабы В екен. Келесі. Теңдеуді шешіңіз дейді. Енді синус тағы да тақ функция болғандықтан, мына минус алдына шықса, минус синус x бөлінген 4 тең минус түбір асты 2 бөлінген 2. Екі жағын бірде минус 1-ге көбейтіп жіберетін болсақ, бізде синус x 4 бөлінген тең түбір асты 2 бөлінген 2 болады. Енді бұл жерде бірнеше тәсілі бар шығарудың, бірақ ең оңай тәсілі ол формулалар арқылы шығару. Яғни x бөлінген 4 формулаға қоятын болсақ, минус 1-дің n дәрежесі қай уақытта синус түбір асты 2 бөлінген 2 тең. Әрине пи бөлінген 4 плюс пи n деген периодымен. Енді мына x-ті ғана табуымыз керек, ол үшін барлығын 4-ке көбейтеміз. Барлығын 4-ке көбейтер болсақ, мынада минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген пи болады, плюс 4 n болады. Демек, жауабымыз осылай болады екен. Бұл жауап міне тұр. Бесінші есеп, міне мынадай теңге берілген. Бұл жерде қағида 4 көбейтілген 2 синус x косинус x деп ажыратып алуға болады. Қарапайым түрге келтіріп алуымыз мақсат, біздің негізгі мақсатымыз. Ал мынау бізде қос аргументтің формуласы. Демек, мынау синус 2x деген сөз. Ал мына 4-ті мына жаққа апарып бөлеміз. Сол кезде минус 2 бөлінген 2 түбір асты 3 бөлінген 4 болады. Сол кезде бұны қысқартып жіберетін болсақ, 2-ден түбір асты 3. Демек, бізде синус 2x тең минус 2-ден түбір асты 3. Енді синустың формуласы бойынша, егерде мынара минус болатын болса, онда минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі делінеді. Енді қай уақытта синус түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең? Әрине 60 градуста. Ол дегеніміз пи бөлінген 3 плюс пи n. Енді бізде x-ті табуымыз керек. X-ті табу үшін минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі тұра берсін. Көбейтілген пи бөлінген, мұнан барлығын 2-ке бөліп жатырмыз. 6 болады. Плюс пи n бөлінген 2 болады. Так, бұл жауабымыз қайсысы болады сол кезде? Мұна бұры тұрған с деген жауап болады екен. Міне. Келесі есепті көрейік. Теңдеуді шешіңіз дейді. Енді бұл жерде мына 2-ні мына жаққа апарып жіберейік. Сол кезде бізде 2 синус 3x көбейтілген косинус 3x тең минус 1 деген теңдеу шығады. Енді мынаны жаңағы қос аргумент синус 2 әселенген альфа, мына синус 2 альфа деген формула ғой. Бұл 2 синус альфа косинус альфаны береді. Сол бойынша шығарар болсақ, бұл синус 6x тең минус 1 деген сөз. Енді синустың бұл ерекше жағдай, қай уақытта синус неге тең еді? Минус 1-ге тең мынарада, яғни пи бөлінген 2-де. Минус пи бөлінген 2-де. Сол себепті 6x тең минус пи бөлінген 2, бұл дербес жағдай плюс 2 пи-н болатын. Бұл именно бір круг жасап келген кезде осыған қайталанып келеді. Сол себепті есептің шешімі осылай болады. Сол кезде енді 6-ға бөлеміз. 6-ға бөлсек, x тең минус пи бөлінген 12 болады екен. Мына жағымыз плюс пи-н бөлінген 3 болады. Қысқарып кетеді. Тиісті z деген. Сол кезде минус пи бөлінген 12 плюс пи-н бөлінген 3. 6-шы есебімізде сол кезде жауабымыз мынау болады екен. Тамаша. Дальше кеттік. Енді мынау тағы да тангенс. Мына түбір асты 3-ке бөліп жіберейік барлығын. Түбір асты 3-ке бөліп жіберетін болсақ, тангенс пи бөлінген 6 минус 2x тең 3 бөлінген түбір асты 3. Ол бағағыдай ең басындағы есеп сияқты алдында бөлінген түбір асты 3-ке және көбейтіп жіберсем, олайын деп тұр, жай ғана түбір асты 3. Есебі 3 пен 3 қысқарып кетеді. Ол деген сөз қай уақытта тангенс түбір асты 3-ке тең 60 градуста. Немесе ол деген пи бөлінген 3. Демек пи бөлінген 6 минус 2x тең пи бөлінген 3, тангенстің периодын білеміз, пи-н. Енді минус 2x-ті табайық. Минус 2x-ті табар болсақ,
пи бөлінген 3-іміз мына жақта тұра тұрсын. Азайтылған пи бөлінген 6 болады. Плюс пи-н. Енді мынау 60 градустан 30 градус жасақ, енді 30 градус болады. Оны логикалық тұрғыда шығаруға болады. Сол кезде пи бөлінген 6 болады. 6 болады. 6 болады деп мұны 60 градус, 60 дарға 2 дұрыс. Плюс пи-н. Келесі. Енді x-ті табымыз. X табу үшін минус 2-ке бөлеміз барлығын. Минус 2-ке бөлер болсақ, мұнарада минус пи бөлінген 12 плюс пи-н бөлінген 2. Сол себепті бұл жауап А болады. Келесі. Төмендегі теңдеуді шешіңіз дейді. Енді бұл теңдеуді шешер кезде біз мұна косинус альфа минус косинус бета деген формулаға, яғни қосындыны көбейтіндіге жүктеу формуласына жүгінетін боламыз. Ол жағдайда бұл формула синус альфа плюс бета бөлінген 2 көбейтілген синус альфа минус бета бөлінген 2 дейтін. Енді осы ереже бойынша шығарар болсақ, минус 2 синус дейміз. Жақша ішінде болады. Сол кезде x минус 30 градус плюс x плюс 30 градус бөлінген 2 көбейтілген синус. Енді айырмасы x минус 30 градус минус x минус 30 градус болады. Бөлінген 2 тең 0. Енді минус 2-міз тұра берсін. Мұна жерді шығарар болсақ 30 бен 30 жойылады да. Нарада 2x бөлінген x шыққалы тұр. Демек синус 2 мен 2 және x болады. Көбейтілген мұна жерде x пен x жойылады да. Синус минус 60 градус, минус 60 градус 2 көрсек минус 30 градус. Минус 30 градус. Тең 0. Демек, ал синус минус 30 градуста минусты алдына шығарып жүрсек плюс болады. 2 синус x көбейтілген синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Тең 0. Демек, синус x тең мұна 2 мен 2 қысқарып кетеді 0. Енді синус қай уақытта 0-ге тең? Синус 0-ден 0-ге тең. Және мұна арада 0-ге тең. Ол деген сөз, бұл пи-н деген сөз. Яғни x тең пи-н деген сөз. Міне мұнараға 0-ді берсек ол 0, 1-ді берсек пи. Осы аралықтарда бұл да синустың дербес жағдайы. Тамаша. Ендеше бұл жауап А болады екен. Теңдеуді шешіңіз дейді. Қосындыны көбейтіндіге келтіру ережесі. Тангенс 2x минус пи бөлінген 6 минус тангенс x плюс пи бөлінген 3 тең 0. Енді тангенттен тангентті ажырататын болсақ, бұл яғни тангенс альфа минус тангенс бета деген формула. Енді оны өздеріңіз тауып аласыздар. Мен қазір мына есеп бойынша бірден жаза салайын. Ол болады. Сол кезде бұның тең болады синус мынаған альфа минус бета. Альфаның орны мынау бета. Синус альфа минус бета. Яғни синус дейміз де үстінде алымында. Бұл бөлшекке тең 2x минус пи бөлінген 6 азайтылған x минус пи бөлінген 3. А бөлімінде косинус болады. Бөлімінде косинус болған кезде косинус альфа, косинус бета болады. Косинус альфа 2x минус пи бөлінген 6 көбейтілген косинус x плюс пи бөлінген 3 болады. Тең 0. Енді бұны ары қарай шығарар болсақ, мына 2x-тен x алатын болсақ, синус x, ал мынарда минус пи бөлінген 6, азайтылған пи бөлінген 3. Енді 90 градусқа 60 градусқа 30 градус болсақ 90 градус, бірден бейтіп 90 градус дей салсақ, минус пи бөлінген 2 қысқасы тең 0. Пи бөлінген 2 тең пи-н. Енді бұны арға шығарар болсақ, мұна минус пи бөлінген 2-ні ар жаққа апарамыз, пи бөлінген 2 плюс пи-н. Демек, есептің жауабы пи бөлінген 2 плюс пи-н болады екен. Ол деген сөз А деген жауабы 9-шы. Теңдеуді шешіңіз дейді. Енді бұл бірден шығара салатын болсақ, косинус минус 2-ден 1. Косинус міне минус 2-ден 1. Ол деген сөз міне кетті және міне кетті деген сөз. Демек, пи бөлінген 2 деген сөз жалпы қай уақытта косинус 2-ден 1-ге тең. Ол 60 градуста 2-ден 1-ге тең. 60 градуста.
60 градус деген шын мәнісінде ол пи бөлінген 3. Енді мынау пи бөлінген 3-ке 2-ден 1-ге тең болса, бізде мына пиға пи бөлінген 3 жетпей қалды. Сондықтан пидан пи бөлінген 3-ті азайтып тастаймыз. Ол деген сөз 2 пи бөлінген 3. Мына жағы қарама қарсы тамбымен шығады. Минус 2 пи бөлінген 3. Демек, ең бірінші кезектегі біздің есебіміздің жауабы былай болып тұр. 2х плюс пи бөлінген 3 тең 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пен келесіміз 2х плюс пи бөлінген 3 тең минус 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пен. Енді ары қарай шығарар болсақ, 2х-ті табамыз. 2х-ті табамыз екеуінде де. Мына жақта табар болсақ, 2 пи бөлінген 3-тен пи бөлінген 3-ті алып тастайтын болсақ, пи бөлінген 3 қосу 2 пен. Мына жерде екеуде минус болады. Минус 2 пи бөлінген 3 плюс минус пи бөлінген 3 болады. Екеуінің таңбалары бірдей, сондықтан бұл жай ғана минус пи болады. Минус пи плюс 2 пен. Енді ары қарай шығарар болсақ, енді біз барлығын 2-ке бөлуіміз керек. 2-ке бөлер болсақ, мынау болады пи бөлінген 6 плюс пен болады. 2-ке бөлініп кетті себебі. Мына жерімізді 2-ке бөлер болсақ, минус пи бөлінген 2 плюс пен. Демек, пи бөлінген 6 плюс пен, және минус пи бөлінген 2 плюс пен. Ол деген сөз, міне тұр, жауап. Е болады. 10-шы есептің жауабы е болады екен.